Сәлем достар! Бүгін сіздерге Қуандық Шамахайұлының «Кішкентай адам» атты әңгімесін назарларыңызға ұсынамын. Ірі мекеменің қарауындағы бір шағын ғана орталықты басқаратын кішкентай адам үйіне барып түстенген соң жұмысына қарай жетіп алмақшы болып автобусқа жайғасқаны сол еді. Қалтасындағы телефоны безілдеп қоя берді. Хабарласып тұрған хатшысы болса керек. Орталық деген аты ғана болмаса, онда бар жоғы екі-ақ адам бар. Бірі өзі, екіншісі компьютерде мәтін теретін бір жас қыз және қабырғасы бір есікпен ғана бөлінетін табыттай тар екі бөлме. Төр жағында өзі, есік аузында хатшысы жайғасқан. Соған қарамастан аты дардай, ұлы дала мұраларын бүгіншілеп тану орталығы деп аталады. Орталықтың басшысы кішкентай адам азаннан кешке дейін әлдебір сарғыш тартқан көнетөз қағаздарды, өшуге шақ қалған шимайларды оқып алады да, сұқ саусағына сүйел шыққанша ақ парақтарға көшіріп жазып отырғаны. Ал оның жорғалаған шыққанның ізіндей ұсақ әріппен көшірген қолжазбасын хатшы қыз шаңырақтай көзәйнегімен мұқият қарап отырып, ұзын тырнақты он саусағымен клавишті сықырлата түрткілеп, дамылсыз тұсыр-тұсыр еткізіп компьютерде тереді. Сол маңдағы іштері пысқан біреулер болмаса, бұл орталыққа бас сұғатындар тым сирек. Сондықтан да екеуі өз-өзімен ғана оңаша, басы мен аяғы белгісіз бітпейтін шаруаларымен айналысып отыра береді. Өте бір ерекше жаңалық болмаса, хатшы қыздың телефон соғуы екі талай. Жалма-жан қалтасынан тілдей телефонды суырып алған кішкентай адам оның дисплейіне бір сәт үңіліп, хатшысының аты жөнін көрген соң, «Я қарағым, не болып қалды?» деп сұрады. Ана жолғы кітап шыққан екен, жаңа ғана дәубасықтың көмекшісі әкеліп тастап кетті. Оны үстеліңіздің үстіне қойдым. Мен шаштаразға жазылып қойып едім, хабарласып жатыр. Тез барып келе қояйыншы, 2 сағатқа, мақұл ма аға?» деп бір деммен зуылдатты да, «Кілтіңізді алып бедіңіз, әлде корпус күзетшісіне өз кілтімді қалдырайын ба?» деп жауап тастады. «Кілтім өзімде, бара бер». Кішкентай адам қатты қуанып кетті, кеңсесіне тез жетуге асықты. Бірақ ол қанша асыққанымен қала маршрутының автобусы оның лепірген көңіл-күйін пысқырсын ба? Әр аялдама сайын бір тоқтап, түсетіндерді төгіп, кезекті жолаушыларын асықпай тиеп, ырғалып-жырғалып, өгіз аяңмен ми тыңдап келеді. Жол жөнекей бір аялдамаға келген автобус сол жерде біршама уақыт тапжылмай тұрып алды. Кішкентай адам орнынан сәл көтеріліп, қысқа мойнын созып, терезе жаққа қарап еді. Кондуктор жігіт пакет толы сусын ішіп, жем бірдемесін алып, әудем жердегі дүкеннен шығып келе жатыр екен. Қарындар ашқан ғой, тіске басарларын алыпты. Қазір қозғалар деп ойлаған. Кішкентай адам созған мойнын түсіріп, көтерілген құйрығын салп еткізіп, жұмсақ орындыққа қайтадан қоя салды. Әлгі жүгірмек автобусқа келіп кіргенімен, шофер тіпті қоғамдық көлігін от алдырған да жоқ. Кондуктор екеуі әлде бір әңгімені қыздырып әлі отыр. Айналасына қараса, жұрттың бәрі жайбарақат. Алаңдайтын жерде бір орыс кемпір шұлық тоқып отыр. Қасыңдағы шалы қолындағы газетке үңіліп, бас алмай бірдеме оқиды. Жастары 50-ді еңсерген екі қатын қарсы алдында жайланып отырып алып, үйіндегі келіндерін алма-кезек жамандайды. Артында отырған екі зейнеткердің бірі екіншісіне жас кезінде арақты қатты көтергенін, тіпті мас болмағанын әңгімелесе, қасындағысы да есе бермей өзінің енді мас бола бергенде ұйықтап қала беретінін айтып таңғалып қояды. Жастардың бәрі дерлік WhatsApp'та бастары қалғандай. Дәл қасына барып бомба жарып жіберсең де былқ етер емес. Құлақтарын наушникпен бітеп алып, телефондардың түймелерін аш тауықтары шоқығандай шиқылдатып өз беттерімен әуре. Айналасына қараса, өзінен басқа асығып аптыққан ешкім көрінбейді. Тіпті олар үшін астындағы автобус тоқтап тұрма, жүріп барама, бәрібір секілді. Ал кішкентай адам табаны күректей 9 жыл бойы көз майын тауысып, көнетөз жазбаларды оқып, одан түсірген бірдемелерін саусағы қайысқанша жазып, көшіретін жерін көшіріп, кейде қиялынан туған ойларымен де тұздықтап, ит әуреге түсіп жүріп дайындаған табан ет, маңдай терінің жемісін көрмекке асығып отыр. Су жаңа мұқабамен енді ғана жарыққа шыққан кітабын көргісі келіп өліп барады.
Шіркін-ай, кітап мұқабасының бас жағында өз аты жөніңнің алтын әріппен мен мұндалап тұрғанын көрудің рахатын айтсаңшы. Оны әркім түсіне бермес. Автор ғана шынайы сезіне алады. Сол себептен ғой көруге асығып, аптығып отырғаны. Енді мына жұрттың түрі жаман. Автобусы түскір дәл осы араға қонып қалса да былқ етпейтін тәрізді. Әй, айналайындар-ау, қозғалсаңдаршы енді, жұмыстан қалатын болдық қой деп кішкентай адам жіңішке даусымен шыңғырып қалды. Оны шыбын шаққан құрлы көрген автобус шофері мен кондуктор жоқ. Бұжыр бет шофер қиыр-шығыста әскери қызметтегі кезінде болған төбелесте кімді қалай ұрып сұлатқанын әңгімелеп тауыса алмай отыр. Асығып аптыққан кішкентай адам жоғарыдағы сөзін тағы да қайталады. Сонда ғана таусылмас жырын жуан ортасынан үзуге мәжбүр болған бұжыр бет: «Ағасы, время! Біз строго графикпен жүреміз. Енді бір 5 минут не терпите, пожалуйста, түсіп такси ұстаңыз», деді. Беті қандай бұжыр болса, тілі де сондай алашұбар пәле екен. Кішкентай адам келесі аялдамаға қарай қостай шуға ұмтылса да, ентігіп, кеудесі сырылдап адымын аша алмады. Бар дәрменімен адымдап келеді. Қасынан өтіп жатқан көлікте қисап жоқ. Үлкен кіші, ұзын қысқа, ақ қара, қоңыр көк дейсің бе, неше түрлісі бар. Кенет бірі сигналын бейп еткізді. Бұрылып қарады. Даңғылдың ортаңғы жолағында еңселі қара джип тізгіндеп кетіп бара жатқан жерлесі мұртты қара екен. Қол бұлғап қояды, бас изеген бола салды. Осы немелер мұндай қымбат көлікті қандай табысымен сатып алады екен? Ауылдан көшіп келген кеше ғана еді ғой. Менің бір жалақым келесі айға зорға жетеді. Ал бұлар қымбат көлік мінеді. Қол бұлғап қояды тағы. Керек еді сенің сәлемің деп кішкентай адам іштей бұлқан-талқан болып ашуланып қояды. Тыпырлай басып аялдамаға келді де орындығына жалп етіп отыра қалды. Ентігін баса алмай біраз демікті. Автобустың келуін жарты сағаттан астам күтіп, әрең дегенде ішке кірді. Ішінде жолаушы деген лық тол екен. Сығылысып жүріп, есік маңынан табан тірейтін аялдай ғана тұрақ тауыпты. Жұмысқа дейін тағы 3 аялдама бар. Әр аялдамаға тоқтаған сайын түсетін жолаушылардың қалың көпірі кішкентай адамды әй-шайға қаратпай дедектетіп сыртқа алып түседі де, кіретін адамдардың тобы екі аяғын жерге тигізбестен жан-жағынан қысып ішке алып кіреді. Осындай үрдіс 3 мәрте қайталанған соң, ол тырмысып жүріп түсетін аялдамасына зорға дегенде табандап тұрып қалып үлгерді. Сәл шегініп тыпырламаса, әлгі алып нөпір оны соңғы аялдамаға дейін алып кетіп қаңғытып жіберетін түрлері бар. Кішкентай адам алып мекеменің зәулім ғимаратына қарай томпаңдап жөнелді. Құстай ұшатын, қолды-аяққа тоқтамай зыр жүгіретін Дәурен қайда? Жасы 60-тың бел ортасынан асқанда тізе деген немесе сыр беріп, алған басқан қадамыңды кері тарта береді екен. Тыпыршығандай өңбес жүрісімен кіре беріске келгенде маңдайы тершіп кеткен соң қалпағын шешіп қолын алды. Лифтінің қасына жете сала түймесін жалма-жан басып қалды. Қызыл шам жанбады. Ызаланып кетіп, бас көз жоқ төмпештеп басып жатыр еді. Дәлізден өтіп бара жатқан бір жас жігіт: «Аға, лифт істемейді» дейді. Ой, әкесінің аузын. Ол сатының жақтауларынан ұстап баспалдақпен жоғарыға ентіге көтерілді. Жас кезінде желген аттай жүгіре басып шығып кетуші еді. Қайран Дәурен-ай, сатыдан төмен түскенде аяғын бастырмайтын тізесі жоғарыға шыққанда аса қатты ауырмайтын секілді. Бұған да шүкір. Тұншықтап жүріп 8-ші қабатқа шыққан соң бір мәрте деп терең дем алды. Ұзын дәлізді бойлап түкпірдегі кабинетіне де жетті. Кітапты көремін деген ойды ойлағанда көңілі шаттыққа бөленіп, жүрегі дүрсілдеп кетті. Кілтін алмаққа қалтасына қол салды. Жоқ, қайда деп сырттай сыбыр еткені болмаса, ішкі жан дүниесін жаңғырта айқайлағанда еді. Қолындағы портфелін ақтарды. Барлық қалталарын түгел тінтіп шықты. Үшті күйлі жоқ. Түстен бұрын ғана қалтасында болып еді ғой. Жер жұтты ма, сайтан алды ма, қайда кетті? Әбден сықырданы қайнады. Әлгінде хатшы қызға кілт астына қалдыра сал деу керек еді. Енді кеш, ол қалдырған күннің өзінде лифт істемейді. Төменге түсу, қайта шығу, әсіресе сатыдан құлдығанда тізесі шаншып миына дейін жетеді. Ол да қиямет қайым, қой хатшы қызға тез жет дейін.
Телефонын алып қоспақ болғанда өз көзіне өзі сенбеді. Бағанадан бері іздеген кілті қолында тұр. Қуанып та кетті. Бірақ өзін оңдырмай балағаттап та жіберді. Күйініштен бе, қуаныштан ба белгісіз екі қолы қалш-қалш етеді. Дірілдеген қолымен құлыптың тесігін таппай біраз ауытқыды да кілтті сұғып, оқыс бұрап қалғаны сол еді, бырт еткен дыбыс шықты. О тоба, кілтінің дөңгеленген бөлігі ғана қолында тұр. Екі рет бұрағанда ашылатын есік міз бақпай мелшиіп тұр. Кілт құлыптың ішінде, бір-ақ рет бұралыпты да морт-сынып кетіпті. Тұтқаны төмен басып тұрып, есікті бар күшімен тартты. Ашылмады. Портфелін бұрышқа қоя салып, екі қолымен санын соқты. Әй, атаңа нәлет-ай, енді қайттым. Болмаған соң көрші кабинеттегі жігіттерден барып көмек сұрады. Олар алма-кезек келіп, түрлі әрекет жасап көрді. Қағаз қыстыратын темірлер арқылы кілттің сынығын шығармақ болып жатқан біріне екіншісі. Мұндай нәзік темірмен оны шығара алмайсың. Ана жолы біздің көрші пәтердің кілті де дәл осылай сынған. Сантехник жігіт тістеуікпен суырып алып шықты деп. Тағы бірі, мұндай құлыптардың кілті бір бұралған кезінде суырылмайды, екі рет бұралып есік ашылғанда ғана алынады деді. Сөзінің жаны бар. Әдетте солай екенін кішкентай адам әп-сәтте есіне түсірді. Жиналғандар кілттің құлып ішінде сынып қалуы сөзсіз тығырыққа тірелу екендігіне пәтуаласты. Бәрі енді мұндай тығырықтан қалай шығудың жолдарын талқылап кетті. Кішкентай адамның төзімі таусылуға таяу тұр. Тістеуік табылса, оны тағы бір бұрап жіберіп суыра салудың еш қиындығы жоқ қой деді. Көзәйнек таққан көрші бөлімнің бастығы. Олардың осылай мәжіліс құрып, босқа тұрғандарын үнсіз бақылап, еден жуып жүрген әйел тіл қатты. Комендантқа телефон соғып, плотник шақыра салмайсыңдар ма? О, бәрекелді, табылған ақыл деді де бір жас кабинетіне қарай жүгіре жөнелді. Кішкентай адам плотникті тағытсыздана күтті. Әне келеді, міне келеді мен бір сағаттай уақыт өтіп кетті. Ұзын дәліздің арғы шетінде көк комбинезон киген сары жігіттің қарасы көрінгенде, кішкентай адам әкесі тіріліп келгендей-ақ қуанып кетті. Дверь срочно открыть надо. Работа много деп. Әлгі жігітке жата жабысып жалына бастады. Көк комбинезон киген жігіт өз ісінің шебер екен. Әне-міне дегенше есікті ашып, ішіндегі сынған кілтті шығарып, бәрін қалпына келтіре қойды. Дәрет қысқан адамша тыпырши шиырылып зорға тұрған кішкентай адам кабинетіне зып етіп кіріп, қос жанары шоқтай жанып тұрған, екі беті алаулап, үстелінің үстінде жатқан көк мұқабалы қалыңдағы кірпіштей көлемі табақтай кітапқа қарай қол соза ұмтылды. Көкірегінде жеңіс маршы ойнап, қуанышы қойнына сыймай әлгі кітапты барынша салтанатты түрде күлімсіреп қолына алды. Алайда маздап жанып тұрған қуанышының оты су сепкендей лезде өшіп, көкірегіндегі әлгіндегі асқақ әуен кілт тоқтады да, қоңыр қобыздың мұңлы сарынына ауысқандай болды. Мұқабаның сыртында да, ішкі беттерінде де кішкентай адамның аты жөні жоқ. Бір ғана дәу бастығының есім сойы баттайып, көзін жұмса да, ашса да ырбиып шыға келеді. Оңбаған ит неме деп тістене сыбырлағанымен, кабинетте ешкім болмаса да жан-жағына жалтақ-жалтақ қарап, сөзінен бе, әлде ойынан ба өзі үрейленіп кетті. Сөйтті де сабасына түсіп, адамның ішкі ойын ешкімнің оқи алмайтынына саналы түрде есіне алды. Есіне алды да терең ойға ерік берді. Дәу бастықпен ойша арпалысқа түсті. Сыбағасын беруге кірісті. Әй, қақпас карит, адал еңбегімді тапа-тал түсте барымталап, кітабымның аты жөнімді алып тастауды қалай ұялмайсың? Тым құрығанда әдеттегідей автор бола салмадың ба? Охо, мына сілімтіктің сөзін қара. Кімнің арқасында орталық басқарып, қатын бала шағаңды қалай асырап отырсың? Кет жұмыстан. Орталықты жабамында тастаймын. Кетсем кетемін, зейнетақыммен де күн көремін, не бопты? Солай ма? Жай кете салмайсың. Басыңдағы 4 бөлмелі үйді менің әпергенімді ұмытпағайсың. Құжаттарының бәрі менің атымда. Давай, үйді босатта көшеге шығып, отбасыңмен тентірей бер. Сотқа жүгініп авторлық ақымды даулаймын. Бара ғой, күйеу балам бір ғана телефон соға салады. Барлық соттың да, органдардың да бірде-біреуіне сенің арызың өтпейді. Тіпті арызың өткен күннің өзінде ол жерде ештеңені дәлелдей алмайсың.
Сен кімсің, мен кіммін, мәселе қайда жатыр? Онда баспасөзге мақала жазып жариялатамын. Телевизия, радиоларға сұхбат беріп бәрін айтамын. Иттеріңді басыңа қаптаймын. Ха-ха-ха-ха. Сен өзі қай елдің баспасөзін айтып тұрсың? Осы елдің ақпарат құралының кез келгеніне барып мен туралы бірдеме айтып көрші. Мейлі, ана бір оппозициялық газетке бар, қай жерден шығар екенсің. Барлық жиналыстарда осы шындықты айтып, жұртқа жария қыламын. Айта ғой, сенетін адам табылса. Біреу болмаса біреу сенеді, жұрт түсінеді. Сол күні жындыханаға төсегіне таңыласың. Кішкентай адам ары қарай бірдемелер ойлауға да жүрексініп, қиял түкпіріндегі диалогын күлт үзді. Орнынан тұрды да, үстелін екі қолымен тоқпақтай жөнелді. Көрші кабинеттегілер жүгірісіп келді де, ағасы бәрі дұрыс па десті. Үстел қисайып кетіпті, жөндеп жатырмын деп еді, олар шығып кетті. Сілейіп біраз тұрған кішкентай адам аяқ астынан сылқ етіп орындығына отыра қалды. Сол күйі еш қимылсыз мөлиіп үнсіз қалды. Іле-шала кабинетке енген хатшы қыз оның бұл отырысын көре сала бірнеше рет дауыстап шақырып еді, жауап қатпады. Қатты абыржыған хатшы қыз дереу жедел жәрдем шақырып дәлізге шығып, ағайға бірдеме болды деп жар салды. Сол маңдағы қызметкерлер түгел жиналып қалған еді. Топты қақ жарып, ішке енген дәрігер мен медбике асығыс-үсігіс әлде бір екпе екті де инсульт деп қысқа ғана қайырды. Екі жігіт кішкентай адамды апыл-ғұпыл зембілге салды да тысқа қарай жүгіре басып ала жөнелді. Достар, сіздермен бірге болған Арайлым Ерсайынқызы. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.